мерекесі құтты болсын иншалла. Ораза айт, мына Рамазан айы аяқталып, Рамазан айында 30 күн оразамызда ұстап, Алланың ризашылығы үшін міне бүгін айт мерекесіне де келіп жеттік. Жалпы айт деген сөз, бұл айт деген сөзден шыққан араб тілінде мейрам, мереке, қуаныш деген мағыналарды білдіреді. Яғни біз Рамазан айы бойында ораза ұстап, оразамызды толықтай аяқтап, айт күніне, үлкен бір мереке күніне біз келіп жеттік. Міне бүгін бәріміз осы ораза айт мерекесінде оразамызды аяқтағанымыз үшін аман есен, толық сол Алланың әмірін орындағанымыз үшін барлығымыз қуанып, қуанышты күнге келіп жеттік. Сол айт мерекесі құтты болсын. Өзі ораза айт, оразаның аяқталғанын білдіретін үлкен мереке. Ата-бабаларымыздан үлкен мынандай бір жақсы сөздер қалған. 30 күн оразаның бір айты бар, әр қылған жақсылықтың бір қайтымы бар дейді. Бұл күні Алланың разылығы үшін әрі мұсылман адам сауабы мол сондай Рамазан айын аяқтады. Анас ибн Малик радиаллаху анхудан жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям Мәдина қаласына хижрат жасаған кезінде сол заманда арабтардың бір екі мерекесі бар еді. Яғни жахилият дәуірінен қалған екі мерекесі бар еді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл қандай күндер деп сұрағанда, адамдар надандық дәуіріне бұл күндерді ойын күлкімен өткізетін еді деп жауап береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла тағала осы екі күнді оларды да жақсы, одардан да жақсы құрбан айт және де ораза айт күндеріменен алмастырды деп жауап берді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ал енді ораза айт ұлық мереке болғандықтан мұсылмандар бір-біріне мерекелік көңіл күй сыйлап, мына істерді атқаруы сауапты іс болып табылады ораза айтта. Ең біріншісі бұл айт намазын оқу. Енді мұсылмандар ең ұлық мерекесі айт намазын оқумен, яғни құлшылықпен басталады. Міне таң атты, таң намазын оқыды, күн шығып келе жатыр. Иншалла ең бірінші бүгінгі күніміз не? Біз айт намазымен бастаймыз. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жолымен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ораза айт пен құрбан айт күндері намаз оқылатын жерге қарай шығатын. Ең әуелі намаздан бастайтын. Сосын орнынан тұрып, жүзін адамдарға қарататын. Адамдар сап құрған орындарында отыратын. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям оларға уағыз насихат айтып, әмірлерін бұйыратынды. Енді ол заманда бұл хадиске кішкене тоқталатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманында мешіт кішкентай болды. Қазіргіндей Мәдинадағы мешіт ондай үлкен емес, кішкентай болды да айт намазына адамдар сыймайтын болғандықтан, ол кісілер Мединенің жанында бір жазық жерге шығып, сол жерде айт намазын оқитын еді алаңда. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деген: қадір түні Жәбірейіл, Алланың сәлемімен, игілігімен сәлемі болсын, періштелердің бір тобымен түсіп, Алла тағаланы тұрып немесе отырған халде зікір еткен пенде үшін дұға етеді. Кейін Алла тағала айт күні періштелерінің алдында пенделерін мақтаныш етіп, періштелерім, өз ісін атқарған қызметшінің ақысы қандай деп сұрайды. Сонда періштелер: уа Раббымыз, оның ақысын толық төлеуде. Сонда
Hak Tağala періштелерім, менің құлдарым оларға міндеттеген парызымды орындап, маған дұға ету үшін айт намазына шықты. Өзінің құдіреттілігі менен, ұлықтылығы менен, жомарттылығы менен жоғары мәртебе және дәрежеммен ант етемін. Мен олардың дұғасын қабыл етемін.